Келдім. Подиум мужской бренд дүкеннің жанына орналасқан. Кез келген әдемі көйлекті табасыздар деп ойлаймын. Бізде бір емес 3-4 бөлмеде жаңадан келген заттар бар. Мынау енді вообще супер шалбармен толық адамдарға толықтығын білдірмейді, өйткені осылай кең көрсетілген. Астында осындай нежный түстен осындай шалбармен бірге. Ал енді мынау ходовой киімдер, қара көйлектерінде түр-түрі бар. Келіп көрсеңіздер болады, болмаса біздің Гүлзира Үсенқызы парақшасынан көріп кез келген қаладан тапсырыс берулеріңізге болады. Толық адамдарға өте жақсы, кең тұрады осылай. Түсі жазға өте әдемі. Қараңыздар, мынау жеңіл шифон, мынау матасы крептан. Осындай әдемі тастармен көмкерілген. Итальянский көйлектер де бар. Турецкий жақсы брендтер де бар. Мінекей. Бұның да енді әдемі тастармен. Мінекей. Абадоктар барлығы да бар. Мінекей сөмкелердің түр-түрі бар. Тойға барам десеңіздер, осындай жылтыр әдемі золушка киімдер де бар, сөмкесімен бірге. Мінекей. Мынандай натуральный тастармен осындай білезіктер, жүзіктер. Мен қатар қыздар мына жаққа өзімнің бір киген және киілмеген киімдерді қойдым. Өйткені сұраушылар өте көп. Өзіңіздің киімдеріңіз деген сол себепті осы бөлек бөлмеге қойдым. Өйткені шатасып қалуларыңыз мүмкін, киілген киімдер екен деп. Бұлардың барлығы жаңа товарлар. Шорти керек па? Мінекей өте бір әдемі екен. Түсі де барлығы, тастары да кереметтен жанып тұр. Неге онша көрінбейді. Юбкасымен мінекей бірге барлық размерлері бар. Спортивкаларында түр-түрі хыбыдан. Мынау енді вообще супер. Мынандай ағы да қарасы да барлық түрі костюмдер, пиджактар. Мінекей қараңыздар. Тастармен көмкерілген, тассыз да. Мінекей Гизияның осындай костюм шалбарлары, пиджактары. Осындай аяқ киімнің барлығы осылай қаланып тұр. Келіп көріңіздер, не болмаса Гүлзира Үсенқызы парақшасына кіріп. Қыздар қараңыздар, не деген керемет гүл болып тұрмын. Негізі өзімнің көйлегімде гүл деп басталады, номерінде. Одан кейін Аллаға сан шүкір, сіздердің арқаларыңызда күнде құшағымда гүл, неке үстімдегі көйлегімде гүл деп сіздермен әзілдесіп қояйын. Мынау нежный розы, прямо мынау жасылы, ашық салатовый түс, өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін ыңғайлы, мынау ішті қыспайды, жеп-жеңіл мата, үстіңізде прямо жоқ сияқты. Өзім қызығып, осыны біреуін алып кетіп бара жатырмын, сіздерге де көрсетіп қояйын дегенім. Сонымен қатар, мінекей менің жанымда осының спортивный стильде тағы. Айтпақшы, тағы да бір ыңғайлысы, белі резинада өте ыңғайлы. Мейлі арық болсаңыз да, толық болсаңыз да, резина өзіңіздің ыңғайыңызға келтіріп тұрады. Негізі бұндай киімдерді резинасымен алған дұрыс беліндегі. Өйткені түйме болса қысып кетуі мүмкін, ал бұл